Аяқ басы сүйектері 3 бөліктен тұрады. Бұл тілерсек сүйектерінен, табан сүйектерінен және аяқ саусақ сүйектерінен тұрады. Тілерсек сүйектері осса тарси, табан сүйектері осса метатарси, саусақ сүйектері осса дигиторум педис деп аталады. Тілерсек сүйектері бұл қысқа кемікті сүйектерге жатады, 7 сүйектен түзіледі. Көріп тұрғандарымыз бұл өкше сүйегі, асықты сүйегі, қайық тәрізді сүйек, куб тәрізді сүйек, латералды, аралық медиалды сына тәрізді сүйектерден тұрады. Табан сүйегі осса метатарсиде тұрады. Қысқа түтікті сүйектерге жатады. Олардың проксималды орналасқан негізін, аралық орналасқан денесін және дисталды орналасқан басын ажыратамыз. Саусақ сүйектері бас бармақтан басқа қалған саусақ сүйектері 3 бунақтан тұрады. Проксималды бунақтан, аралық бунақтан және дисталды бунақтан. Ал бас бармақтың бунақтары бұл проксималды және дисталды бунақтардан тұрады.